топ 5 шетелдегі оқу. Сен дәл қазір шетелде оқығың келіп жүр. Сен дәл қазір Қазақстанда бір қалмай, болашақта шетелде тұрып, шетелде өмір сүріп көргің келіп жүр. Бұның барлығы жақсы, бұның барлығы өте жақсы деп айтар едім. Себебі тек қана бір жерде оқи беру, ол өзінің прогрессін азайтады, ал қандай да бір жерде көру, қандай да бір жерде оқып көру, ол өте жақсы. Әрине қайтып келсең, осыны естен шығаруды ұмытпа. Және де дәл осыны бүгін біз айтатын боламыз. Дегенмен де бастамашы бір міндетті түрде каналға тіркеліп кет, лайк басып кет. Дәл осы видеоның достарына, өзінің компанияның, өзінің сыныптастарына, өзінің достарына, туыстарына, бүкіліне жіберіп көр. Олар да көрсін, олар да білсін. Видеоға лайк басып отырып, сонымен қоса коммент жазуды ұмытпа. Енді кеттік. Бұл видеоны бастайық. Сонымен біздегі 5-ші орын бұл Польша. Неге Польша? Польшада оқу ол тегін. Польшада шынымен де өте көптеген вуздар, өте көптеген орындар, енді әрине платный жерлер де бар. Оларды айта өтуіміз керек. Дегенмен де Польшада көптеген жерлерінде оқу тегін. Бұл біріншіден. Екіншіден, ол жерде проживание шыны керек біздің Қазақстанның деңгейімен, біздің Қазақстандағы өсуімен бірдей десек те болады. Арасы бір 100 мың теңге шығар, 100 мың, 200 мың, 300 мың теңге шығар, бірақ біз қазіргі келесі айтатын мемлекеттерден көрі Польшаныкі әлде қайда олардан көрі арзанырақ. Бұл бізде екінші фактор Польша жайлы, және де үшінші фактор білуіміз керек. Бұл Польшада русскоязычный, яғни СНГ-нің адамдары дейікші. СНГ-нің адамдары өте көп, сондықтан да сен ол жерде адаспайсың, ол жерде өзінің көптеген достарына табуға болады, және де ол жерге де үйренісіп кетуге, өзің білетін тілге байланысты болғандықтан ол жерде үйренісіп кету оңай болады. Және де 5-ші орынна Польша болса, біздегі 4-ші орын бұл Польша ұқсас мемлекеттік тілде болады. Дәл сол Еуропа, дәл сол орынға, дәл сол географиялық аудан бұл Чехия. Чехияда тура Польша сияқты. Ол жерде оқу тегін, ол жерде проживание арзанырақ, ол жерде СНГ-нің адамдары көп. Және де Чехияға оқуға түсу үшін саған ешқандай да НТ тапсырудың қажеті жоқ, саған бір қандай да IELTS тапсырудың қажеті жоқ, саған бар болған тапсыру керек. Бұл Чехияның тілін қаншалықты білетіндігін тапсырсаң болды. Ары қарай, егер де сен жақсы балл көрсетіп отырсаң, сені Чехияға алады. Чехия бұл бізде 4-ші орын, және де бұны өзіне миға, заметкаға сақтап алуға болады. 3-ші орын бұл бізде кішкене, ладно, бағана айттық қой, міне Чехия, Польша, олардың барлықтары кішкене бір минустары, ол жерде қызықсыздау болып кетті. Туман, басқа да бір развлекательный нәрселер жоқ, ол жерде кішкене көңіл көтере алмайсың. Енді развлекательный біздің сүйікті, біздің жегіміз келетін пиццаның отаны, пастаның отаны, макаронның отаны бұл Италия. Италия. Қандай романтика, қандай керемет жер, қандай тарихи жер. Меніңше Италия бұл бізде 3-ші орында. Италияда да тегін оқулар бар. Италияда да оқуға түсу негізінде өте оңай. Мен бірнеше өз айналамнан адамдар білемін Италияға оқуға түскен. Италияда проживание бағана екі мемлекеттен көрі әлде қайда қымбаттау, бірақ саған көңіл көтеруге, бірақ қыдыруға, жалықпауға өте керемет, өте алуан түрлі, әр қаласы кішкене өзіне бір ұқсамайтын. Миланы бар, Наполи бар, Наполи қаласы бар, Милан қаласы бар, Турин қаласы бар, Рим қаласы бар деген сияқты. Енді Турин ол әрине кішкене өтірікте болды, бірақ Рим қаласы бар, және де Венеция бар біздің сүйікті. Мінеке, осы қалалардың барлығы бұны сен Италияда таба аласың. Біздегі 2-ші орын бұл енді Еуропадан алайықта. 2-ші орынымызды біздің Кореяға дедік. Корея, оңтүстік Корея. Сенің қарайтын дорамалар, сенің қызығып тұрып қарайтын дорамалар, сені ұнататын кей-поп жұлдыздары, кешірім сұрайын, кей-поп дегенді дұрыс айтпасам, кей-поп емес, кей-поп шығар. Мінеке, бұның барлығы Кореяда оқудың тағы бір жері плюс, бұл жерде жаңағы мемлекеттер сияқты тегін оқу. Кореяның кішкене санасы біздің қазақтарға ұсайды десек те болады. Кореяда сен
итак дорамаларды көріп көп нәрсе білетін шығарсың, дорамаларды көріп, және де Кореяны тағы да бір оқудың ең керемет жері, бұл Кореядағы оқу саған көп нәрсе береді. Мысалға технологияны дамығаны, технологияның өте жаңа деңгейге шығуы, жалпы тек қана технология емес, Кореяның тұрғындарының, Кореяның мәдениеті сені адами ретінде де, білім ретінде де сені жаңа деңгейге шығарады. Бұл Корея. Және де біздегі бірінші орын бұл қайтып Еуропаға келеміз, Германия. Не үшін Германия? Германияда оқу тегін. Германия әлем бойынша ең үздік білім жағынан ең үздік мемлекет болып саналады. Білім жағынан ең үздік мемлекет болып саналады. Сондықтан да Германия бұл бізде бірінші орында алып отыр. Германияда оқу тегін. Германияда оқу әлде қайда саған бір Еуропаны түсінуге, Еуропаның сана сезімін түсінуге, Еуропаның басқа да бір қандай да элементтерін түсінуге саған көмек береді. Енді сұрақ туындауы мүмкін сіздерде. Неге Американы айтпайсың? Неге Канаданы айтпайсың? Неге басқа да бір мемлекеттерді айтпайсың? Еуропада көп қой, Швейцария, Финляндия. Олар кішкене бірінші жағынан вуздары қымбаттау, әсіресе мысалы Америкада тегін оқу жоқ. Стипендия жағы бар, языковой курстар бар, олардың барлығы саған басқа нәрселерден көріп, жаңағы айтқан мемлекеттерден көріп, әлде қайда шығын. Сонымен қоса, ол мемлекеттерде проживанияда қымбат болып келеді. Егер де сен өзіңнің ақшаң бар болып тұрса, ақшаңды құрталсың, ақшаң дайын болып тұрса, онда почему бы нет, міндетті түрде ол мемлекеттерге барып көр. Ал ендеше бүгінгі видеоға көп рахмет. Тағы да лайк басып, комментарий жазып, осы видеоны таратуды ұмытпа. Бұл болашақ мұғалімнің арнасы. Келесі видеоларда кездескенше.